Қайырлы күн, көз қарақты көрермен. Эфирде жаңа әліпбиді бірге үйренейік бағдарламасы. Бұл бағдарламаның жалпы ең негізгі мақсаты сіздерді, яғни көрерменді латын графикасымен және оның емлесімен толығырақ таныстырып, латын әліпбиін үйрету. Сонымен бірге бүгінгі таңда елімізде латын әліпбиін меңгертетін түрлі жобалар орын табуда. Мәселен, 2019 жылдың басында 3D форматында үлкен метражды «Селтен сері» атты фильмі үлкен экранға жол тартқан болатын. Бұл фильмде кейіпкерлер түрлі шытырман оқиғаларға тап болып, көрермендерді жақсы қасиеттерге баулайтындай сәттерді көптеп береді. Ал негізгісі латын әліпбиіне қандай қатысы бар деген сұрақ сізде туындауы мүмкін. Егер бұл фильмді қарасаңыз, барлық дыбысталатын сөздер, сонымен бірге оқиға желісінің барлығы латын қарпінің субтитрімен беріледі. Яғни қарап отырған көрерменге латын әліпбиімен танысуға үйренуге мүмкіндік беретін фильмнің бірі. Ал енді құрметті көрермен, кезекті телесабағымызға кезек берейік. Амансыздар ма, құрметті көрермендер, біз өткен сабағымызда қысқарған сөздердің емлесі туралы айтқан едік. Ал енді қазір экранға назар аударыңыздар, үй тапсырмасының жауаптарымен таныс болыңыздар. Екінші. Кестеден қысқарған сөздерді табыңыз. Құрметті көрермендер, естеріңізде болса керек, біз алдыңғы сабақтарымызда жаңа емле ережеге сай шет тілдік сөздердің емлесі және шет тілдік сөздерде жиі кездесетін әріптер, яғни кирилл негізді әліпбидегі 42 әріпте түсіріліп қалған 10 әріптің жазылуы, оқылуындағы ерекшеліктер туралы айтқан едік. Ал қазір бүгінгі сабағымызда шет тілдік сөздердің емлесі, соның ішінде 2 әріп тіркесімен қатар келетін сөздер туралы айтатын боламыз. Т-ші әріп тіркесімен берілетін сөздерде Т әрпі түсіріліп жазылады. Мысалдар жазайық. Скотч, скетч және матч сөзі. Өздеріңіз байқап отырғандарыңыздай, бұл сөздердегі соңындағы Т әрпі түсіріліп жазылады. Тағы бір екінші заңдылық, Д-жі әріп тіркесі бар сөздерде Д әрпі түсіріліп жазылады. Және де оған жалғанатын қосымшалар үндестік заңы бойынша жазылады. Мәселен, менеджер, джинсы, джентльмен сөздерін жазайық. Менеджер, джинсы және джентльмен сөзі. Қосымшалар жаңа айтқанымыздай үндестік заңы бойынша жазылады. Мәселен, менеджерге джинсының және джентльмен дер. Ал бірақ бұл жерде бір ескере кететіні бюджет, лоджи сөздері өз қалпында жазылады. Бюджет және лоджи.
сөз соңындағы қайталанған қосар әріптің біреуі түсіріліп жазылады. Мәселен, класс, қол, бал сөздерін жазайық. Класс, қол және бал сөздері. Сонымен қатар, бұл жерде қосымшалар, қосар әріптің біреуі түсіріп жазылғаннан кейін қосымшаларда жалғанып отырады. Мәселен, класстың қолға және балға. Сөз ортасындағы қайталама СС, ММ, ЛЛ, ТТ, ФФ, НН, ББ, РР, ПП, ГГ, ДД, КК және УУ дыбыстарын білдіретін әріптердің бірі түсіріліп жазылады. Мәселен, профессор, грамматика, металлургия, аттестат, африкат, теннис, аббревиатура, корреспондент, ипподром, аккаунт және вакуум сөздері бар. Ал бұл жерде тағы бір ескере кететін нәрсе, сөз мағынасына әсер ететін жағдайда бұндай сөздер өз қалпында жазылады. Мәселен, масса, касса деген сөздері және де сондай-ақ өлшем бірлік атауларында қайталама дыбыстар сақталып жазылады. Мәселен, нетто, доллар, тонна, миллион, миллиметр сөздері. Мысалдарды тақтаға жазып көрейік. Және де имен аяқталатын сөздердің соңында бір ғана и әрпі жазылады. Мәселен, калий, алюминий, натрий сөздерін жазып көрейік. И әрпінің орнына бір и жазылады. Калий, алюминий, натрий. Шет тілдік сөздердің соңындағы а әрпі сөз мағынасына әсер етпеген жағдайда түсіріліп жазылады. Және де қосымшалар соңғы буынға байланысты үйлесіп жалғанады. Мәселен, координат, капсул және морфем сөздері бар. Алайда математика, педагогика, статистика, механика болып, ол сөздер өз қалпында жазылады. СТ және СТ әріп тіркестеріне біткен сөздердің соңғылары түсіріліп жазылады, және де қосымшалар үндестік заңына сәйкес жалғанып отырады. Мәселен, экономист, турист және повесть сөздері. Мысал жазайық. Бұл жерде СТ және СТ сөздеріне, әріп тіркестеріне байланысты мысалдар. Экономист, турист және де повесть сөзі. Қосымшалар жаңа айтқанымыздай үндестік заңына сәйкес жалғанып отырады. Экономисттің, туристке, повесттің. Және тағы бір ереже, ОГ әріп тіркесімен аяқталатын сөздерге қосымшалар жуан жалғанады. Мәселен, педагогтың, экологқа, филологтар. Мысалдар тақтаға жазайық. Педагогтың, экологқа және сондай-ақ филологтар. Ал РК, РГ, КС, ЛК, КЛ, НК әріп тіркестеріне біткен сөздерге қосымшалар жіңішке жалғанады. Мәселен, хирургтың, полкі, банктер сөздерін мысалға келтіруге болады. КТ, СК, ПТ, ФТ әріп тіркесіне бітетін сөздерге қосымша дәнекері арқылы, ал КТ, НКТ, СК сияқты құрамында К әрпі бар сөздерге тек жіңішке, ал басқаларына соңғы буын үндесуіне қарай немесе жуан, немесе жіңішке қосымшалар жалғанып отырады. Мәселен, фактіге, пунктісі, софтыға деген сөздерді айтуымызға болады. Мысалдар жазайық. Фактіге, пунктісі, және софтыға. Тағы басқа сөздерде мысалға жазуымызға болады. Және де бір ереже, сөз соңындағы НГ әріп тіркесі ың әріпіне жазылады. Және де қосымшалар үндестік заңына сәйкес жалғанып отырады. Мәселен, боулингге, брифингнің, рейтингі. Мысалдар тақтаға жазайық. Боулинг, рейтинг және брифинг. Ал қосымшаларын жалғап өтейік. Боулингге, рейтингі, брифингнің. Ал бұл жерде бір ескере кететіні, бір буынды сөздерде НГ әріп тіркесі сақталып жазылады. Рең, раң, сленг сөздерін мысалға жазайық. Рең, раң және сленг сөздері. Бұл жерде өздеріңіз байқап отырғандарыңыздай бір буынды сөздер
НГ тіркесі сақталып жазылуы тұр. Және де ағылшын тіліндегі түпнұсқасында W әріпімен басталатын кейбір сөздер U әріпімен жазылады. Мәселен, WhatsApp, Wikipedia, веб-сайт сөздерін айтуымызға болады. WhatsApp, Wikipedia және веб-сайт сөзі. Міне, құрметті көрермендер, біз бүгінгі сабағымызда шет тілдік сөздердің емлесі туралы айттық, ал енді келесі сабақта сөздердің тасымалдану туралы ақпарат беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендігі кезекте өтілген тақырыпты тағы да бір бекітіп алу үшін сіздерге арнайы дайындалған жаттығулар тізгініне кезек берейік. Тапсырмалар. Сөздерді көшіріп жазыңыз және есіңізде сақтаңыз. Комиссар, профессор, процессор, ассонанс, грамматика, иммигрант, калий, алюминий, натрий, симметрия, аммиак, металлургия. Сөздерді екінші бағанға жаңа әліппемен жазыңыз. Журналист, турист, натрий, магний, джинсы, менеджер, бюджет, скотч, боулинг, ринг, повес, Абайдың 21-ші қара сөзі. Аз ба, көп пе, адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиын іс. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атаймын, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзін-өзі бағалы есеп қылмақ. Яғни, надан атанбастығын, жеңіл атанбастығын, мақтаншақ атанбастығын, әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы кеселді осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе, мейлі білсін, жаман дегізбесе екен деп азаптанады.
Екінші, мақтаншақ деген біреуі демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әрдайым не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгіл, әуелі іс екен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрді болады. Біреуі жатқа мақтанарлық мақтанды іздейді. Ол надан, ләкін надан да болса адам. Екіншісі өз елінің ішінде мақтанарлық мақтанды іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі өз үйіне келіп айтпаса, я ауылына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтанды іздейді. Ол наданның наданы, ләкін өзі адам емес. Жатқа мақталсам екен деген, елім мақтаса екен дейді. Еліме мақталсам екен деген, ағайыным мақтаса екен дейді. Ағайынның ішінде өзі мақтау іздеген, өзімді өзім мақтап жетем дейді. Құрметті көрермен, мен сіздермен өте қызықты бір ақпаратпен бөлісе кетейін. Франциялық азамат Франсуа Пенсе әлемнің 120 тілін үйрететін әлемдік веб-сайттың егесі. Бұл сайттың аты Langleland деп аталады, және де бұл сайтта сіздер қазақ тілін меңгеруге мүмкіндік аласыздар. Өйткені қазақ тіліндегі сөздердің барлығы латын транскрипциясымен беріліп, олар ағылшын және француз тілдеріне аударылған екен. Франсуа Пенсе бұл сайтты құрған кезде Langleland барлық елдердің, әлемдегі елдердің арасында тілдерді үйрететін, олардың мәдениетімен таныстыратын көпір болады деген оймен құрастырған болатын. Сондықтан сіздер де бұл сайттың қолданушысы болып, түрлі тілдерді латын транскрипциясын меңгеру арқылы үйрене аласыздар. Ал ендігі кезекті біздің арнайы дайындалған үй жұмысына берелік. Үй тапсырмасы. Жақшадағы сөздерді жаңа әліпбимен жазып, мәтінді көшіріңіз. Құрметті профессорлар мен оқытушылар, студенттер мен әріптестер. Биыл университетімізде кеңес құрылды. Университеттің ғылыми мамандар аппараты кеңейді. Сарапшы оппоненттер шетелдік ғалымдар болды. Енді университет оқытушылары комиссия арқылы қабылданады. Тест сұрақтарына жауап беріңіз. И мен аяқталатын сөздердің соңында қандай әріп жазылады? ОГ әріп тіркесімен аяқталатын сөздерге қосымшалар қалай жалғанады? Дұрыс жалғанған қосымшаны табыңыз. Бір буынды сөздерге қандай тіркес жазылады? Дұрыс жазылған нұсқаны табыңыз. Ақтөбе қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларын латын әліпбиін үйрететін арнайы интерактив платформа жасап шығарды. Олардың айтуынша платформаның бетінде белгіленген әрбір әріпке басқан кезде сол әріп және сол әріптен басталатын сөздер дыбысталады екен. Сонымен бірге бұл бағдарламаны Android Play Market тұтынушылары ұялы телефондарына жүктеп алуға мүмкіндік алады екен. Яғни сіздер жүктеп алғаннан кейін фотоаппаратты қосу арқылы әріпке көрсетсеңіз, ол әріп 3D форматында шығады екен. Бұл кез келген баланың әріпті үйренудегі визуалды есте сақтауына
өте оң әсерін береді деп жатыр осы идеяны іске асырушылар. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетіп қалды. Құрметті көрермен, ендігі кезекті әсем әнге берейік. Әсем әнді тыңдау арқылы көңіл күйлеріңізді көтеріп қана қоймай, сонымен бірге латын әліпбиін тағы да бір үйреніп шығуға мүмкіндік аласыздар. Тек амандықта жүздесейік.